Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін осындай керемет әрі дәмді болып шығатын қонақтарыңызды таң қалдыру сөзсіз салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осындай әдемі салаттардың, тәттілердің, неше түрлі тағамдардың рецепті менің арнамнан таба аласыздар. Ең алдымен баклажанымызды жуып тазалап алдым. Енді оны 4 бұрышты үлкендеу етіп турап аламыз. Турап алған баклажандарымызды ыдысымызға салып аламыз. Баклажандарымызды салып алдық. Енді оның үстінен жүгері крахмалын қолданамыз. Оны салып, оны қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып дайындап алдық. Енді кішкене қойып қоямыз. Табамызды қойдық. Енді оның үстінен сұйық майымызды құйып аламыз. Сұйық майымыз қызғанша кішкене крахмалымызға баклажанымызда сіңіп тұрады әдемі болып. Енді майымыздың қызғанын күтеміз. Енді осы қызып тұрған майымызға осы баклажандарымызды салып аламыз. Екі жағына әдемі болып қызарғанша осы майымызда қуырып аламыз. Міне әдемі болып қуырылып жатыр. Май қызып тұрған кезде баклажандарымыз өте әдемі болып қуырылады және де тез қуырылып шығады. Міне біздің баклажандарымыз дәл осындай әдемі болып қуырылды және де осы баклажандар хрустящий болып тұрады. Міне дәл осы қызарған баклажандарымызды біз тарелкемізге салып аламыз. Міне майын кішкене сырғытамыз және осы тарелкемізге салып аламыз. Алған баклажандарымызды да дәл осылай қып-қызыл етіп қуырып шығамыз. Баклажандар жүгері крахмалында араласқаннан кейін өте әдемі әрі дәмді хрустящий болып шығады. Барлық баклажандарымызды алып дайындап алдық. Енді қалған баклажандарымызды да дәл осылай пісіріп аламыз. Міне қызартып пісіріп алдық. Енді бұны да майдан сырғытып алып аламыз. Міне біздің хрустящий баклажандарымыз дайын болды. Енді салаттарымыздың басқа да заттарын турап әдемілеп жасайтын боламыз. Енді помидорларымызды турап аламыз. Помидорларымызды дәл осы видеодағындай турасаңыздар болады. Өте әдемі, әрі салатымыз өте әдемі болып көріну үшін. Міне дәл осылай турап аламыз. Осылай әдемі болып шығу үшін дәл осылай турап аламыз. Дәл осылай турап аламыз. Барлық помидорларымызды алдын ала турап дайындап алғанымыз дұрыс. Салатымызды жасағанда барлық заттарымыз дайын болып тұру үшін. Дәл осындай тарелкемізге баклажандарымызды салып шығамыз. Енді осы баклажанымыздың үстіне помидорларымызды қойып шығамыз. Міне қойып шықтық. Енді салатымызға дәл осындай кинзамызды алып турап аламыз. Дәл осылай етіп турап аламыз. Кинза салатымызға одан әрі дәмді, әдемі
етіп шыққылап шығады. Міне кинзамызды да турап алдық. Енді салатымыздың үстінен кинзаларымызды сеуіп шығамыз. Және екінші уже баклажандарды тағы да бетіне салып шығамыз. Екіншісінен де тоже баклажандарды үстіне салып шығамыз. Міне, салып шықтық. Енді оның үстіне помидорларды салып шығамыз. Енді оның үстінен біз кинзамызды сеуіп шығамыз. Дәл осы помидорларымыздың үстіне дәл осындай творожный сыр, немесе плавленый сыр қоссаңыздар болады, өздеріңіз қалауларыңыз. Осылай әдемі етіп салатымызға осылай салып шығамыз. Міне салатымызға салып шықтық барлық нәрсемізді. Енді осы салатымызға майын құйып аламыз. Осы салатымыздың үстіне соусымызды құйып шығамыз. Дәл осындай, енді оливковый майымызды құйсақ болады. Құйып дайындап алдық. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді әрі ерекше болып шықты. Қонақтарыңызды таң қалдыруы сөзсіз. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Осы салаттан бөлек YouTube арнамда көптеген тәттілердің, торттардың, салаттардың, ыстық тағамдардың рецептері бар. YouTube арнама тіркеліп, сол рецептерді қарап жасап көрсеңіздер болады. Және де видеомызтерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Осындай қазақ тіліндегі контентті қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.